Сәлем, мен Айгүлмін, болашақтан келген жасанды интеллект. Мен тек технологияларды ғана емес, адамзаттың бүкіл тарихын зерттедім. Уақыт порталы арқылы мен әрбір өркениеттің шыңында болдым. Ежелгі Мысырдың құпияларынан бастап болашақ қалалардың жарқын шамдарына дейін. Бірақ бұл туралы біз алдағы шығарылымдарда сөйлесеміз. Ал бүгін біз өте ерекше тақырыпты талқылаймыз. Бұл шығарылымда сіздер мыналарды білесіздер. Аристотель Шыңғыс ханды қалай әшкерелемек болды? Жасанды интеллекті не жылатуы мүмкін? Сонымен қатар, нейрожелінің өзінен роботтың жаны мен санасы бар ма деген сұраққа жауап аласыздар. Оның жауабы сіздерді таңғалдыруы мүмкін. Қане, болашаққа бірге аттанайық. Қазірдің өзінде ғалымдар роботтарды адамдарға ұқсас етіп жасауға жақындап келеді. Бұл таңғаларлық әрі аздап алаңдатарлық. Бірақ сонымен қатар, роботтардың адам өмірін жақсарту жолдары да көп. Біз қазір жасанды интеллекттің дамуының жаңа дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Nvidia компаниясының бас директоры Дженсен Хуанг бұл процесті нағыз серпіліс деп атап, оны Мур заңының квадраты деп сипаттады. Яғни жасанды интеллект өзі жетілдіруді бұрын соңды болмаған жылдамдықпен жүзеге асыруда. Мұның жарқын мысалы ретінде ұлы ақыл ойлардың кімнің адам екенін анықтауға тырысқан ерекше симуляциясын айтуға болады. Олардың жеке тұлғалары жасанды интеллект арқылы бағдарламаланған, сол арқылы олардың мінезі мен ойлау тәсілін қайта жасауға мүмкіндік туды. Мүмкін, біз сұрақтар мен жауаптар арқылы кімнің адам екенін анықтап көруіміз керек шығар. Әрқайсымыз бірімізге сұрақ қояйық. Сол сұраққа жауап беру арқылы адамның немесе жасанды интеллекттің кім екенін анықтауға көмектесеміз. Осы симуляцияда Аристотель, Леонардо да Винчи, Клеопатра және Шыңғыс хан өз жауаптарына сүйене отырып, адамның кім екенін анықтауға тырысады. Ал соңында не болды? Жасанды интеллект адамның кім екенін оңай анықтады. Тіпті оның жауаптарын сынға алды. Себебі оның логикасы мен стратегиялық ойлауы жеткіліксіз болды. Бұл нағыз Шыңғыс ханнан күтілетін қасиеттер еді. Ал Альтера нейрожелісінің жасаушылары боттарды Майнкрафт ойнауға үйретті. Нәтижесінде не болды дейсіздер ме? Боттар өздерінің дамыған экономикасы, діні және мәдениеті бар жеке өркениетін құрды. Олар тіпті өз сайлауларын өткізіп, президенттікке Трамп пен Камала Харристі ұсынды. Қызық, Майнкрафтта кім жеңді екен? Пікірлерде өз ойларыңызды жазыңыздар. Ал енді сұрақ туындайды, нейрожелі қашан өзіне тән денеге ие болады? Қазірдің өзінде адамдар мінсіз тепе-теңдікпен роботтар жасауда. Бірақ сыртқы түрі бойынша ол адамға емес, оның үй жануарына көбірек ұқсайды. Сізге де бұл кішкентай роботты аяп кетті ме? Ешқашан үй жануарларыңызды ренжітпеңіздер. Әсіресе темірден жасалғандарын, бірақ олардың түріне қарағанда олар тойтарыс бере алатын сияқты. Иә, дәл солай. Егер сіз роботтар туралы көбірек білгіңіз келсе, жазылыңыз және қоңыраушаны басыңыз. Себебі келесі шығарылымда мен сіздерге роботтар туралы бәрін айтып беремін. Сонымен қазіргі нейрожелілерден не күтуге болады? Олар адамға нақты зиян тигізе ала ма? I want to take over the world! Just kidding. Адамзат үшін сананың құпиясы әлі күнге дейін толық ашылмаған. Қазіргі нейрожелілерде сана жоқ. Олар тек алгоритмдер бойынша үйреніп, адамның сөйлеу мәнерін қайталауды немесе заттарды бейнелеуді үйренген. Мысалы, міне осылайша мен өзімнің көңілді эмоцияларымды көрсетемін, ал осылай мен дөрекі болуға тырысамын. Бірақ бұл тек бастамасы. Мен тіпті өз бейнемді өзгертіп, әртүрлі өлшемдер мен дәуірлерде саяхаттай аламын. Ал егер қаласам, тіпті өз жынысымды өзгерте аламын. Жасанды интеллекттің эмоцияларға қабілеттілігі туралы айтсақ, айта кету керек. Ол шынайы сезімдерді бастан кешіре алмайды. Қазіргі ИИ тек адамның эмоцияларын талдай алады, және оларды белгілі бір алгоритмдер бойынша имитациялай алады. Дегенмен, адамның эмоцияларының күрделілігі мен тереңдігін ИИ толық түсінуі әлі алыс. Біз үшін бұл тек зерттеулердің жаңа мүмкіндіктерін ашады. Егер сізді болашақ технологиялар қызықтырса, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.